Ассаламу алейкум. 2 минуттық Құран сабақтары дәрістеріне қош келдіңіздер. Келесі әріп бізде джим әрпі. Звукпен бірге айтылады. Кәсра дамма харекеттері бойынша айтатын болсақ, фатх сабағымыз осыншалық. Келесі әріптерді де міндетті түрде бөлсеміз, біздің арнаны қолдап, өзіңіздің құрбыңызға дәрістерді бөлсіңіз. Ассаламу алейкум. 2 минуттық Құран сабақтарына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өтетін тақырып бұл әріп махрадждары, араб әліппесіндегі әріптердің махрадждары. Әрбір әріптің айтылу махраджын білу біз үшін өте маңызды. Тек қана бір тілді үйреніп жатқан жоқпыз, жай ғана сонымен қатар біз Алла тағаланың кәләмі болып саналатын Құранды оқығалы жатырмыз. Құран оқу барысында біз барынша қателік жібермеуге тырысуымыз керек. Егер де қателік кететін болса, әрине қате оқыған, бастапқы уақытта үйренуші адамның қате оқығаны үшін де Алла тағала сауап жазамын деген. Бірақ десе де ол қателікпен қалмай, ол қателікті барынша түзетуіміз керек. Осы мақсатта біз әріптердің махраджын, дұрыс дыбысталуын білуіміз шарт екен. Алғашқы реттілік бойынша, жалпы алфавит бойынша алғашқы әріп бұл бізде әлиф. Әлиф әріпінде дыбысталуында ешқандай да артықшылық немесе қиындықтар жоқ. Әріптің атауы әлиф. Бұл фатха, кәсра, дамма харекеттермен келген кезде бар болғаны ә, и, у деп дыбысталады. Келесі екінші әріп бізде бә әріпі. Бә әріпі қазақ тіліндегі б дыбысына ұқсас, яғни б дыбысы сияқты дыбысталады. Фатха, кәсра, дамма осы харекеттермен келген кезде, бә, фатхамен келген кезде, кәсрамен келген кезде би, және де даммамен келген кезде бу деп дыбысталады. Келесі әріп бізде тә әріпі. Әріптің атауы тә. Енді әріп фатха, кәсра, дамма осы үш харекетпен келген кезде тә, ти, ту. Фатхалы тә, кәсралы ти, даммалы ту. Енді келесі әріп бұл фә әріпі. Фә әріпін дұрыс дыбыстау үшін ешқандай да қысылмай, ұялмай бұл әріпті тілді ауыз қуысынан жарты сантиметр шығару арқылы дыбыстауымыз керек. Фә, фи, су. Фә, фи, су. Алдымен осы звукты шығарамыз, одан кейін барып ә, и, у деп айтып, осылай дұрыс дыбыстап жаттығуға болады. Келесі әріпіміз бұл джим әріпі. Джим әріпін дыбыстау кезде алды жағында жай ғана жим емес, д звугі, яғни д дыбысы бар. Джим, джим. Джә, джи, джу. Фатхалы джә, кәсралы джи, және де даммалы джу. Осылай дыбысталады екен. Келесі әріп, дыбысталуы ерекше әріптердің бірі бұл хә. 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 Хә әріпін дұрыс дыбыстау үшін, біз елестетіңіз, суықтасыз, жаурадыңыз. Осылай жасайсыз ғой, жылу шығу үшін, ауыздан. Сол сияқты елестетіңіз де осы әріпті дыбыстап көріңіз. Міне, осылай дыбыстап жаттықсақ болады. Келесі ха. Ха әріпі өте ауыз қуысынан қырыл дыбысы арқылы шығады. Мынау ауыз қуысынан дыбысталады. Ха бізде алдыңғы айтқан ха әріпі бұл бізде жұтқыншақтан дыбысталған болатын. Енді бұл ха, ауыз қуысынан өте қырыл дыбысы шығу арқылы дыбысталады. Ха, хи, ху. Келесі әріп джим, ха, ха, дәл. Келесі әріп бұл дәл әріпі. Дәл әріпінің дыбысталуы
қазақ тілімен салыстырған кезде қазақ тіліндегі д дыбысына ұқсас дыбысталады. Дә, ди, ду деп харекет бойынша осылай оқылады екен. Кезекті әріпіміз бұл біздің вәл әріпі. Вә, ви, ду. Сақауша дыбысталады. Дәл фә дыбысына ұқсайды, бірақ фә бұл бізде сының сақауша түрі болса, вәл бұл бізде з әріпінің сақауша айтылатын түрі. Ешқандай да ұялмастан, қысылмастан тілімізді жарты сантиметрге шығару арқылы айтып бұл дыбысты жаттығамыз. Ра, ра. Жалпы жуан дыбысталатын әріп р дыбысына ұқсайды қазақ тіліндегі. Фатхалы болған кезде ра, кәсіралы болған кезде ри, даммалы болған кезде ру деп дыбысталады. Ра, ри, ру. Ра, ри, ру. Жалпы ра әрпіне қатысты тәжвид ережесінде бөлек бір ереже бар. Кейбір жағдайда ра, ри деп, яғни кәсіралы болған кезде ри деп жіңішке дыбысталатын кезі болады, немесе ри деп жаңағыдай жуанға жақын дыбысталатын кезі болады. Ол ережелерді уақыт келіп жатса алдағы уақытта өтеміз. Қазірге бастапқы деңгейдегі осы дыбысталуын ғана өтіп жатырмыз. Келесі әріп зә. Зә әріпі. Зә әріпі дыбысталуы қазақ тіліндегі қарапайым з әріпіне ұқсайды. Зә, зи, зу, фатха, кәсірі, дамма харекеттермен дыбысталуы. Кезекті әріпіміз син әріпі. Син әріпі қазақ тіліндегі с әріпіне, с дыбысына ұқсас дыбысталады. Сә, си, су болып харекеттермен осылай дыбысталады. Кезекті әріпіміз біздің шин әріпі. Қазақ тіліндегі ш дыбысына ұқсас дыбысталады. Фатхалы шә, кәсіралы ши, даммалы шу болып дыбысталады. Шә, ши, шу. Келесі әріп бізде сад әріпі. Сад әріпі қазақ тілінде дыбысталуы ешбір әріпке ұқсамайды. Сол үшін дыбысталуына аса мән бергеніміз дұрыс болады. Са, сы, су. Са, сы, су. Ауыз қуысында тіліміз толықтай жайылады, және де осы тілдің екі шетінен ысқырық қосымша дыбыс шығу арқылы дыбысталады. Са, сы, су. Сад, сад. Са, сы, су. Са, сы, су. Келесі әріпіміз дад әріпі. Да, ды, ду. Да, ды, ду. Дад әріпі. Дад әріпін дұрыс дыбыстау үшін тіліміз тағы да ауыз қуысында толықтай жайылады, және де тілдің екі шеті жоғарғы азу тістерге тию арқылы дыбысталады. Да, 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 ды, ду. Да, ды, ду. Дад. Бізде па әріпі. Па, ты, ту. Па, ты, ту. Па, ты, ту. Па әріпін дұрыс дыбыстау үшін тіл жоғарғы алдыңғы күрек тістердің етіне ұрылып тию арқылы жуан дыбысталады. Па. Жай ғана тә немесе т емес, па. Бізде бұл т әріпінің екінші түрі. Па. Біз осыған дейін тә деген әріп өткенбіз. Ол әріптен дыбысталуында айырмашылық болуы керек. Соған мән береміз. Тә, па, па, па. За әріпі. За, зы, зу. За әріпін дұрыс дыбыстау үшін тіліміз екі тіс өте жабылуға жақын болады, және де за, за, зы, зу. Толықтай тіл артқы тістің артына тию арқылы дыбысталады екен. За, зы, зу. За, зы, зу. Өте көп айтып жаттықсаңыз, бұл әріпті дыбыстау оңайлай түседі. Айн әріпі. А, ай, ау. А, ай, ау. Айн, айн. А, ай, ау. А, ай, ау. Айн әріпін дұрыс дыбыстап жаттығу үшін бізге жұтқыншағымызды сәл қолымызбен ұстап тұрып а, ай, ау осылай айтып жаттығу қажет. Жалпы әріптің
тамақ мынау кеңірдектен шығатындығы жайлы. Әріптің кеңірдектен шығатын, яғни жұтқыншақтан шығатын елестетсек, және де мынау и у деген дыбыстарды осы жұтқыншақтан айтуға тырысатын болсақ, бұл әріп міндетті түрде шығады. Біздің курсымызда жалпы 70-80 жастан үлкен кісілерде оқыған осы уақытқа дейін, ол кісілерге осы методика бір апта, ең ұзағанда бір апта ішінде осылай айын деп өте жақсы, тіпті менен де жақсы дыбыстап үйреніп кеткен. Сондықтан осы тәсілді, сол себептен де осы тәсілді қолданыңыздар дер едім. Ай, ау, ай, ау, айын, айын, ай, ау, ай, ау, ай, ау. Көбірек айтып жаттығуыңыз қажет болады. Келесі әріп ғайын әріпі. Қазақ тіліндегі ғ деген дыбыспен ұқсас. Ға, ғи, ғу, ғайын әрпі. Тамақты өте күштірек құру арқылы дыбыстаймыз. Әлсіз құруға болмайды. Фә әрпі. Фә әрпі. Фә. 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 Келесі әріп бізде қаф әрпі. Қаф. Қаф. Қаф әріпін айтқан кезде үстіңгі тіс астыңғы еріннің ішкі жағына қарай тию арқылы айтылады. Қ дыбысы, қазақ тіліндегі қ дыбысы сияқты дыбысталады. Қаф, қа, қи, қу. Қа, қи, қу. Кәф әріпі. Кәф әріпі қазақ тіліндегі к әріпіне сәйкес келеді. Жұмсақ, жіңішке дыбысталады. Кә, ки, ку. Қа, кә. Қа, кә. Қа, кә. Кәф және қаф әріптерін көп жағдайда шатастырып жатады. Ләм, ләм, лә, ли, лу. Қазақ тіліндегі л дыбысына сәйкес келеді. Келесі әріп мим әріпі. Қазақ тіліндегі м дыбысына сәйкес келеді. Мә, ми, му деп дыбысталады. Яғни харакеттермен осылайша дыбысталады. Келесі әріп нун әріпі. Нун әріпі нә, ни, ну харакеттермен осылайша дыбысталады екен. Уау әріпі. Уау. Ерін толықтай алдыға қарай жиырылу арқылы дыбысталады. Уау. Уә, уи, у. Фатхамен уә, кәсірамен уи, даммамен у. Уды екі рет созамыз, яғни. Хә әріпі. Хә әріпі бұл ішкі деммен немесе кіндіктен дыбысталады деп айтады. Бұл әріпті дыбыстау үшін, және де бұл әріптің дыбысталу ерекшелігін жеткізу үшін мен мынандай бір нәрсе айтатыным бар. Деп толық дем алып шығарасыз, демді шығарасыз. Осы кезде дем шығып бара жатқан кезде осы әріпті дыбыстайсыз. Хә, хи, ху. Осылай дыбыстап үйренуге жаттығуға болады. Немесе тағы да түсінікті бола түсу үшін біз мынау бір нәрсені жақтырмаған кезде х деп айтатын, деп бір мимика бар, Осы мимика қалай шығып жатса, хә, хи, ху дәл солай шығады. Енді елестетіп жаттығып көрсеңіз болады. Яй әріпі қазақ тіліндегі и әріпіне сәйкес харакеттермен я, и, ю деп оқылады. Я, и, ю. 2 минуттық Құран сабақтары рубрикасы әлі де жалғасатын болады, Алла қаласа. Бірақ ол үшін сіздердің қолдауларыңыз керек. Комментарий жазыңыз. Біздің видеолар пайдалы деп ойласаңыз, құрбыңызбен бөлісіңіз. Біз сіздер үшін барынша пайдалы болуға тырысамыз.